Біздің ұлттық әуенмен сап түзеген сарбаздар араға жылдар салып, әскери медиа республикалық баспасөз фестивалі қайта жанданды. Елімізге қаламен қызмет етіп жүргендер арасындағы байқау биыл несімен ерекшеленді, қандай қызықтар болды, бірге шолу жасап өтейік. Проходит фестиваль военной прессы. Министерство обороны. 3 жылдан кейін қайта ұйымдастырылып отырған баспасөз фестивалінің марапаттау рәсімі салтанатты түрде өтті. Қызыл кілемнен басшылық құрамы мен медиа тұлғалар және де қатысушылар жүріп өтті. Келушілерге арнап Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметіндегі фотографтар әзірлеген көрмеде дайындалды. Кейін басты шараның ресми бөлігі басталды. Қорғаныс ведомство басшысы генерал-полковник Руслан Жақсылықов сөз сөйлеп, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін құттықтады. Қарулы күштер әскер өмірі туралы ақпаратты халыққа жеткізу біз үшін маңызды міндет. Бұл жұмысты ақпарат өкілдері барлық күш-жігерін салып орындап келеді. Жыл басынан бастап әскери патриоттық тақырыпта, соның ішінде еліміздің қарулы күштері туралы қалам тербеген 30-дан астам журналист байқауға қатысуға өтінім білдірген. Әділ қазалқалар електен өткізіп, 8 номинация бойынша жеңімпаздарды анықтады. Бағалау кезінде негізінен автордың мазмұндау мәнері мен көтерген тақырыптың өзектілігіне мән берілді. Жалпы біздің байқауға 200-ден астам жұмыс келіп түскен болатын. Солардың арасынан үздіктері іріктелініп алды комиссия мүшелерімен, және де бұларды бүгін марапаттауға дейін қойып отырмыз. Жалпы енді былайша айтатын болсақ, қазіргі күні біз Қорғаныс министрлігі еліміздің қарулы күштері ретінде журналистиканың салалық түрін дамытуды қолға алып жатырмыз. Оның ішінде әскери журналистика мамандығы елімізде берілмегесін, біз бұл бағытта бірінші кезекте әскери дискурс деген экстремалды журналистикадан семинарлар өткіземіз. Фестивальдің қорытынды кешінде ең алдымен телевизиялық жоба, радиодағы бағдарлама және баспасөзде жарияланған мақала аталымдар бойынша елден озық деп танылғандар марапатталды. Содан кейін үздік фото жұмыстың, ақпараттық агенттікте жарияланған материалдардың, тіпті әлеуметтік желілер мен блог тұғырнамаларындағы үздік жазбаның авторларына дейін диплом мен бағалы сыйлықтар табысталды. Артынан үздік әскери шолушы, жас журналист номинациялар ішінен озаттар анықталды. Жалпы Қорғаныс министрлігі бұл осы бұқаралық ақпарат құралдарымен өте тығыз қарым-қатынаста жұмыс істейтін мекемелердің бірі. Әскери журналистиканың қалыптасуына өзінің ықпалын тигізіп келеді. Оған көптеген осы байқаулар ұйымдастырып жатыр, және де әскери дискурс ұйымдастырды биыл жыл сайын. Соған мен өзім барып қатыстым биыл Қарағандының Спасск деген жерінде. 17 жастағы Еркеназ Ханатбай академик Ебінбай Бекетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетіндегі журналистика мамандығының 1-ші курс студенті. Фестивальде бағын сынап көрген ол жас өркен номинациясында жеңімпаз атанды. Жас журналист Айбын әскери патриоттық жастар жиынына қатысып, репортаж дайындаған. Әскери медиа байқауы туралы біліп, өзімнің жұмысымды осында ұсынуға бел байладым. Журналистика саласындағы алғашқы марапатым өте керемет сезім. Менің күткен деңгейінен де іс-шара асып түсті. Бұл марапат менің әрмен қарай журналистика салада еңбек етуіме, әскери журналист болуыма үлкен стимул. Фестиваль әскери тақырыпты қамтуға маманданған бұқаралық ақпарат құралдарының барлық өкілдері үшін ынтымақтастық, диалог және тәжірибе алмасудың бірегей платформасына айналды. Әскерді дәріптеуде иық тіресе жұмыс істейтін әскери журналистердің жұмысы қашанда маңызды. Дина Төлебекова, Батабенов, Астана қаласы.